Қане жаным, мен саған сенемін. Сен бұны жаса. Оны итер. Қане, ол жерден шық. Менің әйелімнің ішінен шық. Ей, тоқта, негізі балалар қисық шашмен туыла ма? Жоқ, туылмайды. Ей, бауырым, саған бірдеңе керек пе? Сенің балақайың керек. Өф, құдайға шүкір, еш жерін жараланбады ғой. Денесінде бомба бар. Не? Тоғыз құйрықтыны шақыратын уақыт келді. Абайла, қазір кішкене ғана ауырады. Ну, бұл өте оңай болды. Менің көзіме қара. Оя. Болды, мына түлкі өте мықты болды. Ей, жігіт, сен неге бұны жасадың? Мен ешкімді тыңдамаймын. Жоқ, олай емес. Сен ақымақсың. Я, ақымақ. Және сенің маскында сондай бір көтенбайский ақымақский маска. Короче, бұл жерден зытып қалсай, братишка. Бірақ мен бұл масканы шынайы жүрегіммен жасадым ғой. Осы жерде демала тұршы. Құдайыма, тыныштал. Сен менің көңіл күйімді түсірдің. Енді өлуге дайындалған е. Жоқ сен. Онда мені ұрып көр. Не? Сен нені күтіп тұрсың? Мен бір орында ғана тұрмын ғой. Қане, ұрсаншы. Қане, мені ұрсаншы. Қане, сенің қолынан келет. Қане, мені ұрсаншы, қане мені. Мынау не білет, аға? Кішкентай баланың тамақ ішкісі келіп жатыр. Гу-гу-га-га. Йоу, қара, ана жақта 13 жасында саған инстаграмда жауап бермей, және сен өлерде ғашық болған қыз кетіп бара жатыр. Қайда? Йо-майо, басмай. Мен мына жерден кетіп қалғаным дұрыс секілді. Ура! О, сәлем жаным. Ей, түлкі, менің әйелім ішіне қайтадан кір. Жоқ? Неге жоқ? Шынымен бе? Ол көп чипсы жеген екен бе? Ол чипсы бар, саған түскені жаман ғой, бірақ ол тәтті соуспен жейтін еді ғой, Ей, ол қайтадан сен денене кіргісі келіп жатқан жоқ. Әрине, оның өзін денесі өзі шешеді. Ал енді бұны қайда кіргіземіз? Білмеймін, ал мынаған қалай қарайсың? Сен мына шылаушында айтып тұрсың ба? Ол үшін өте кішкентай ғой. Маған негізі бәрібір. Онда оны мына түлкіге сала салайық. Мына түлкі ме? Сонда сен үлкен түлкіні кішкентай түлкіге салмақшысың ба? Ей, мына түлкіге кіргің келе ме? О, маған бір ой келді. Онда бұл түлкіні мына өзіміздің баламызға салайық. Ей, ол өте мықты болады. Досым, біз сені міне өзіміздің баламыздың ішіне салайын деп жатырмыз. Егер кіретін болсан, мен саған өте дәмді чипсы мен сос беретін боламын. О, жоқ. Жарайды, бұны мен тезірек аяқтап тастайын. Бері келі, братишка. Біз бұны жасадық, бірақ мен қазір өлемін. Ей, Минато, бұл жерде не болып жатыр? Мен тоғыз құйрықтыны өзімнің баламның ішіне сап қойдым. Сен неге олай жасадың, Минато? Сен ойласаншы, ол кейін өседі, және бір көтенбайларды барлығын быт-шытын шығарады. Және мықты приемдар жасайды. Және мына түлкінің өте мықты кунг-фу шеберімен барлығын быт-шытын шығарады. Бұл өте қызық қой. Онда сен қателеспегенсің. Оның аты кім? Оның есімі Билли. Негізі Наруто деп айтқым келген. Сонда Рамионның бетінде тұратын көкөністің аты қойнау. Жарайды, бірақ бұл сондай бір түрлі емес пе? Мысалға, мен өзімнің баламның атын кукуруз деп қойсам, немесе қуырылған кукуруз деп. Болды, жарайды. Тыңдаңыз, ұстаз. Маған уәдеңізді берсеңіз, себебі менің балам өте мықты болып өссе деймін, короче. Менің баламды сізге аманат қып қалдырайын деп жатырмын. Сіз оған барынша қамқор болуға
тырысыныш өтінемін ұстаз. Әкесі мен анасы баламызды қатты жақсы көргенімізді айта көрдіңіз. Өтінемін. Минитао, мен саған өзімнің өміріммен уәде беремін. Керек десем баламның асуман өміріммен уәде беремін. Мен сенің баланы қамқоры боламын. A few moments later. Мә, тамағынды же. Папа. Мен сенің папан емеспін. 12 жыл бұрын бұл ауылға ойламаған жерден 9 құйрықты шабуылдады. Осыған сен сенесің бе?